Қайырлы күн достар, бүгін голубцы жасайтын боламыз. Бір кесе асылған күрішті дайындап қоямыз және 20 шақты болгар бұрышын дайындадым және жуамен сәбізімізді дайындап қоямыз. Ең алдымен 600 грамм фаршты жібітіп дайындап қоямыз. Тоңазытқыштан шығарып және жуамен сәбізімізді дайындап аламыз. Сәбізіміздің барлығын осылай үкіштен өткізіп дайындап алдым. Сосын барлығын салып, бұрышын, тұзын дәміне қарай келтіріп, араластырып аласыздар. Араластырып болғаннан кейін асылған күрішімізді салуды ұмытпаңыздар. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар, және де өздеріңіздің түсінбеген сұрақтарыңызды комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Тұзы аз болған жағдайда фаршымызға тағы да шамалы салып жіберсеңіздер болады. Міне мен тағы аз болғасын салдым. Барлығын араластырып болғаннан кейін болгар бұрышына фаршты толтырмай саламыз. Алдын ала майымызды қыздырып аламыз және де жуа, картоп, сәбіз, қызанағымыздың барлығын салып қуырып аламыз. Және де тұзын, бұрышын дәміне қарай келтіріп, суды толтырмай құйып қайнағаннан кейін дайын болған болгар бұрышын ішіне салып алатын боламыз. Барлығын салып болғаннан кейін қайнаған суды бетіне құятын боламыз. 30 минуттан кейін дайын болады. Міне біздің голубцымыз дайын болды. Сіздер де дайындап көріңіздер, ас болсын.